Үй тапсырмасына келейік. Үшбұрыштың қабырғаларының мәндері берілген. Қабырғаларының енгізілген мәндері бойынша үшбұрыштың тең қабырғалы немесе тең қабырғалы еместігін анықтайтын программа құрамыз. Ол үшін идle-ымызды ашамыз. Мен сіздер үшін дайындап қойдым үй тапсырмасын. Рабочий стол, үй тапсырмасы 2. Мына жерде сұрақты оқып шығамыз. Қайттан үшбұрыштың үш қабырғасы беріледі және олардың тең қабырғалы немесе тең қабырғалы емес екенін экранға шығарып беруіміз керек. Мына комментарийді еске сақтаймыз. Үшбұрыш болу үшін ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Және екі қабырғаның қосындысы үшінші қабырғадан үлкен, ал екі қабырғаның айырмасы үшіншіден кіші болуы керек. Сыртқы бұрыш онымен сыбайлас емес, екі үшбұрыштың қосындысына тең болу керек. Яғни үшбұрыш болу үшін жалпы. Мынаны еске сақтаңыз. Енді тең қабырғалы емес екенін шығарайық. Егер А қабырғасы мен Б қабырғасын алайық, екеуі бір-біріне тең болса, және ол тең болса ішке кіреді шартқа. Одан кейін ол А қабырғасы мен С қабырғасын, үшінші қабырғаны салыстырады бір-бірімен. Егер үшеуі де тең болған жағдайда экранға тең қабырғалы деген санды жазуды шығарады. Ал егер екеуінің А мен Б екеуі тең болып, А мен С тең болмаса, тең қабырғалы емес деп шығарып береді. Тең қабырғалы болу үшін білесіздер, үш қабырғасы да тең болу керек. Дәл солай Б қабырғасы мен С қабырғасын тексереді бірінші. Қазір бұны не үшін жазғанымды түсіндірем. Одан кейін егер Б мен С тең болып тұрып, А-ға қарайды. А мен бірге тең болатын болса, тең қабырғалы. Егер О мен мысалы А қабырғасына тең емес болса, тең қабырғалы емес деп экранға шығарып береді. Дәл солай С қабырғасы мен А қабырғасын тексереді, сөйтіп экранға шығарып береді. Бұны run деп жасайық. Мына жерге А қабырғасын енгіз дейді. Мен үш түрлі вариантпен кіргіземін қазір. Үш түрлі тексеріп көреміз бұны. Дұрыс па, дұрыс емес па көресіздер. Мысалға үш қабырғасы да тең. Тең қабырғалы деген шығарып береді. Яғни А-мыз, Б-мыз, С-мыз 5 см болса, мысалға тең қабырғалы деп шығарып береді. Енді run екіншісінде А қабырғасы мен Б қабырғасы тең болып тұрып, С қабырғасы тең емес болған жағдайда тең қабырғалы емес. Енді үшінші вариант, А қабырғасы мен енді А қабырғасы 5 болып тұрып, Б мен С тең болатын болса, тең қабырғалы емес деген шығарып береді. Енді ортадағы не қалады да, өзгеріссіз қалады да, мына екеуі тең болып қалады. А мен С екеуі тең болған кезде тең қабырғалы емес деген шығарып береді. Бұл мынаның үшеуінде егер жазбасаңыз, сіз мысалға С қабырғасымен тексермей қоятын болсаңыз, енгізілген сандарыңызға байланысты есебіңіз дұрыс шықпай қалады. Енді келесі тақырыпқа өтейік. Үй тапсырмасы сонымен бітеді. Практикум, кірістірілген шарттарды программалау. Алдыңғы сабақтарда if, else-ні өттік. Енді осыған байланысты тапсырмалар берілген. Соларды орындайық. Пернетақтадан енгізілген сан 1 мен 20-ның аралығында жататын болса, онда yes сөзін, кері жағдайда no сөзін шығаратын программа құруымыз қажет. Төменде программа келтірілген, бос орындарды толтыруыңыз керек. Мына жерде 1 мен 20-ның арасында дейді. If 1-ден үлкен, оның ішінде 20-дан кіші болатын болса yes дейді, else no, else яғни минус сан кіретін болса no деген экранға жазуды шығарып береді. Программасын ашып көрсете салайын сіздерге. File, open, үй тапсырмасы емес, 23 параграф, бірінші тапсырма. Бұлай жазылады. Толықтыруында жаза салайын. N input сан енгізіледі. 20-дан ішінде болса, бұны жұмыс еткізіп көрейік. F5-пен мысалға 15 деген санды жазып көрейік. Yes деген сөз шықты. 20 мен 1-дің арасында. Тағы да çalıştырып көрейік. Жұмыс еткізіп. Бұл жолы 20-ны 25 деп берейік. No деген санды шығарып береді. Минус сандарды енгізсеңізді сізге ошибкасын шығарып береді. No деген сөзді шығарып береді. Программа дұрыс істеп тұр. Енді екінші тапсырма.
үшбұрыш және оның бұрыштарының мәндері берілген. Бұрыштарына қарай үшбұрыштың сүйір үшбұрыш, тік бұрышты үшбұрыш немесе доғал үшбұрыш екенін анықтайтын программа құруымыз қажет. Бұның ережесіне сіздер мән беріңіздер. Егер бір қабырғасы сүйір болып тұратын болса, екінші қабырғасы да сүйір, үшінші қабырғасы да сүйір болуы мүмкін. Немесе бір қабырғасы тік бұрыш және екі қабырғасы сүйір бұрыштан болуы мүмкін. Немесе бір қабырғасы доғал, қалған екеуі сүйір, болуы мүмкін. Осы шарттардың барлығын еске алу керек біз. Енді бұл тапсырманы ашайын, мен жазып қойдым сіздер үшін, уақыт алмас үшін. Міне мына жерде А бұрышын ендір, Б бұрышын ендір, С бұрышын ендір дейді. Үш бұрышты енгіземіз. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градустан асып кетпеу керек. 180 градустан асып кеткен жағдайда ол үш бұрыш болып есептелмейді. Енді дәл осылай тағы да тексеріп шығамыз. А бұрышы үшін тексеріп шығамыз. А егер 90 градусқа тең болатын болса, А бұрышы тік бұрыш, және немесе егер 90 градустан кіші болатын болса сүйір бұрыш, 90 градустан үлкен болатын болса доғал бұрыш болып есептеледі А бұрышы бойынша. Одан кейін Б бұрышы, одан кейін С бұрышы. Үш бұрыш үшеуін де есептеп болғаннан кейін барып экранға олардың нәтижесін шығарамыз. Мысалға run деп жасайық. Бір тік бұрышты, үш бұрышты шығарып көрейік. А бұрышы мысалға 90 градус болсын, Б бұрышы 30 градус, С бұрышы да 60 градус болсын. 90, 90, 180. Мына жерде А бұрышы экранға тік бұрыш шықты, Б бұрышы сүйір бұрыш, С бұрышы да сүйір бұрыш болып экранға нәтижесі шықты. Дәл осылай орын ауыстырып көрсеңіз де болады. Мысалға 30, 60, 30, 90, 60 дейік. Мына жерде уже С біздің Б бұрышымыз тік бұрыш болды. Неге? Өйткені 90 градус Б бұрышымыз. Ал қалған екі бұрыш сүйір болды. Енді доғал бұрыш шығаруымыз үшін run модулын қайттан басайық. Бір несі 90-нан асу керек. Мысалға А бұрышы 95 болсын. Б бұрышымыз 5 градус болсын. 100 болады, анау 80 болады. 180 градус болу үшін. Міне А бұрышы доғал бұрыш болды, Б мен С сүйір бұрыш болды. Егер біз асып кететін жағдайда, бұл бұрыштардан мәнінен асып кететін болсақ, мысалға 90, 90, екеуі 180 болды, С бұрышы 50 градус дейтін болды. Беретін бетсек, егер үш бұрыш емес деген сөзді шығарып берді бізге. Дәл осылай мына кодты жазып шығыңыздар сіздер, тексерсеңіздер болады. Барлық вариантымен мына экранды видеоны паузаға басып жазып алсаңыз болады. Мына жерде А бұрышы, Б бұрышы, С бұрышы туралы ақпарат берілді. Енді үшінші тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырмада X санының таңбасын анықтайтын программа құрыңдар. Егер енгізілген сан 0-ден үлкен болатын болса, оны 1 деп экранға шығару керек. 0-ден кіші болса, -1 деп шығару керек. Егер 0 болатын болса, 0 деген экранға шығарып беру керек. Оңпаңа, 15 санын енгізсең 1 беру керек, -10 дегенсең -1 беру керек, 0 дегенсең 0 беру керек. Бұл үшін үшінші тапсырманы ашайық. Open. Үшінші тапсырма. Окей. Міне, ең оңай есептің бірі. X-ті енгізіп аламыз бірінші. Одан кейін 0 мен теңестіреміз. Егер X саны 0-ге тең болса, print 0. Else if, яғни егер ол емес болса, X-ті қайттан тексереміз. 0-ден үлкен ба? Егер үлкен болатын болса, экранға 1-ді жаз. Else print -1. Яғни басқа қалған барлық жағдайда -1-ді экранға шығар дейді. Яғни 0-ден кіші болса, үлкен болса, тең болса, экранға нәтижелерді шығар дейміз. Run басып, мысалға 15 енгізейік, 1 деген сан шығарып берді. Өйткені оң сан деген сөз. Run басып, -10 дейік, -1-ді экранға шығарып берді. Run басып, 0 дейік, экранға 0-ді шығарып берді. Дәл осылай келесі тапсырмаға өтейік. 3 сан берілген. Олардың арасында бір-біріне тең неше сан бар екенін анықтаңдар. Егер бір-біріне тең сандар саны 3 болса, онда 3,
екі сан тең болса 2, ал тең сандар болмаса 0 мәнін шығаратын программа құруымыз керек. Кіріс ақпараттар 3 сан енгізіледі, шығыс ақпараттар есеп шартына сәйкес мән шығарылады. Мысалға 1, 2, 3 ұқсайтын сандар жоқ, 0. 1, 1, 1 үшеуі де бір-біріне ұқсайды, 3. 1, 1, 5 2 сан бір-біріне ұқсайды, 2. Дәл осыны шығаруымыз керек, иә? Ол үшін 4-ші тапсырманы ашайық. Мен сіздер үшін жазып қойдым бұның барлығын. 4-ші тапсырма. Міне. 3 санды енгіземіз. 1, 2, 3-ті. Одан кейін егер А мен Б-ны тексереміз бірінші. Егер А мен Б тең болатын болса, бір-біріне, оның ішіне кіреміз. Б мен С-ны салыстырамыз. Үшеуі бірге тең ба деген сөз кетеді уже мына жерде. Егер үшеуі де тең болатын болса, экранға 3 деген санды шығарып беру керек. Болмаса 2 деген санды шығарады. Неге? Өйткені А мен Б екеуі бір-біріне тең болып тұр. Одан кейін Б мен С-ны тексереді. Б мен С-ны тексереміз. Олардың ішіне кіргеннен кейін, егер шартымыз Б мен С тең болып тұрып, одан кейін А-ны тексереміз. А мен С-ны салыстырамыз екеуін. Ол да тең болатын болса, экранға 3 шығарады, болмаса 2 шығарады. Одан кейін С саны бойынша, яғни бұны не үшін 3 реттен жазып шықтым? Өйткені әртүрлі сандарды енгізген кезде қате шығады сізде өйткені. Тек бір несімен шығарсаңыз, мысалға А несімен вариантымен шығарып жазып қоятын болсаңыз, одан кейін сан, мысалға Б мен С-ны тең қылып қойып, А-ны басқаша қылып беретін болса, егер сізде есебіңізде қате шығады. Сол үшін барлығын бірге жазуымыз керек. Else 0, яғни ешқандай шарт орындалмаса 0 деген санды шығарып береді. Ол үшін жұмыс жасатқызып көреміз. Так, 1 минут. 1, 2, 3. 0 деген санды шығарып берді. Қайттан жұмыс еткіземіз. 1, Enter, 1, 5. 2 деген санды шығарып берді. Одан кейін 1, 1, 1 деген шығарамыз. Мысалға енді бұл кез келген санды енгізе бересіз мына жерде. Тек бірге қатып қалған нәрсе жоқ. Мысалға 5, 3, 5 деп шығарып берейік. Екеуі ұқсайды. 2, 5 бар ішінде. Сондықтан 2 санын шығарып берді. Дәл осылай есебімізді шығардық. Келесі тапсырмаға өтейік. 5-ші тапсырма. Сен Қазақстанның X қаласына қыдырып келдің. Бұл қалада жол жүру билетінің құны түрлі тариф бойынша сатылады екен. 1 реттік билет алатын болсаң 40 теңге, 20 реттік билет алатын болсаң 600 теңге, 60 реттік жол жүру құны 1500 теңге болады екен. Билеттер саны бұл жерде. 60 рет қолдана аласың, 20 рет қолдана аласың, 1 рет қолдана аласың. Сенің жоспарың бойынша яғни N рет жол жүруің керек. Оны сен бересің. Мысалы, қанша рет бару керек екенсің. Ең аз, мына жерде ең аз ақша жұмсау үшін әртүрлі тарифпен қанша билет алу керек? Билеттердің жалпы саны N-нен кем болмау керек. Кіріс ақпараттар N саны енгізіледі, шығыс ақпараттар программа 1, 20, 60 рет жол жүру билеттерінің қажетті 3 санын шығару керек. Мысалға 80 деп көрейік. 80-ді жазған кезде 20-ның 4-еуін алған дұрыс па? Или 60-тан біреу алып, 20-дан біреу алған дұрыс па? Мысалы, есептесеңіз, 20-ның 4-еуін алатын болсаңыз, 2400 теңге болады. 60-тан біреуін алып, 20-дан біреуін алатын болсаңыз, 2100 теңге болады. Соның үшін 2100-ді бізге шығарып беру керек программа. Дәл осының ең аз ақша жұмсау үшін, соны есептеуіміз керек. Бұл жалпы ең қызықты есептің бірі, және дүкендерде де көп қолданылады. Мысалға 200 теңгелік қағаз ақшаны бересіз. Қазір тиыны шығып кетті ғой. Бұрын қағаз ақшасы бар еді. Қағаз ақшаны берген кезде сізге 100 теңгеліктен қаншау беруге болады, немесе 50 теңгелікті қосып, немесе 50 теңгелік, 20 теңгелік, 10 теңгелік, 5 теңгелік, 2 теңгелік, 1 теңгелік деген сияқты, солардың барлығының ішінен ең аз монета қайтару керек сізге. Ең аз тиын беру керек. Мысалға 200 теңгеге 100 теңгеліктің 2-еуін беріп қайтарып жіберсең керек. Яғни ең аз нәрсені жұмсауың керексің. Дәл сол сияқты мына есепті дәл осындай екен. Енді бұны жазу шамалы күрделірек, есеп шығару сіздің логикаңызды дамыту керек бұл. Енді мына жерде 60, 20, 1 бойынша жұмыс жасайсыз.
Қазір мен түсіндіріп беріп кетемін. Есепті ашайын. Open 5-ші тапсырма. Міне. А деген санды енгіземіз. Жаңа билет бірінші жүрген сан дейді. Ол мына жерде кітапта n берсе, мен А деп есеп жаздым. Енді Аға үйреніп қалдым әбден. Жол жүру санын ендіресіз мына жерге. Б деп билеттің жалпы қанша билет алу керек екенсің, соны сақтайтын бір айнымалы, және бір реттік билеттің қаншауы, 20-лықтың қаншауы, 60-лықтың қаншауы. Осыларды сақтайтын айнымалы керек болады бізге. Одан кейін К деген кәдімгі есептеудің айнымалысы. А-ны енгізілген санды 60-ға бөлеміз. 60-ға бөлгендегі бүтін санды К-ға сақтаймыз. Сөйтіп оны жалпы билеттің несіне қосамыз. Қанша 60-лықтан қанша билет ала аламыз, соны қосамыз, және 60-ға соны қайттан жазып шығамыз. Мысалға, мына жерден 80 дейтін болсақ, 80-ді 60-ға бөлгенде 1 шығады, қалдығы 20. Ол қалдық керек жоқ бізге, маған 1 ғана керек. Мына жерде Б билет саны 1, 60 1 қолданылды. Одан кейін А-ны 80-ді қайтып 60-ға бөлгендегі қалдықты қалдырамыз А-ға. А-ның мына жерде процент тең дегеніміз А тең А бөлінген А процент 60 деген сөзбен тең екеуі. Мына жерге жазып кете салайын, комментарий қылып. А тең А процент 60 деген сөз. Мына жерде. Осыны қысқартып А процент тең 60 деп жазсаңыз болады. Енді К бізде қайттан 20-ға бөледі. Мысалға, жаңа қалдық сан қалды ғой, 20-мыз біздің. Жоқ, бұл кәдімгі 0-ден бастап есептейді мына жерде. 0-міз, яғни А-мыз біздің, мысалға, жаңа 80-нен 20 қалдық қалды, 20 болсын. 20-ны 20-ға бөлген кезде 1 шығады, 20-ны 1-ге қос арттырдық, 60-ты 1-ге арттырдық, жаңа 20-ны 1-ге арттырдық, және билеттің санын да 1-ге арттырдық. Мына жерде билетіміз біздің уже 2 билет болды, мысалға, 80 деген алып отқан кезде. Одан кейін А-ны қайттан қалдыққа 20-ға бөлгендегі қалдықты аламыз. Неге? Өйткені біздің 1 билеттігіміз бар әлі. Соған есептеуіміз керек. Енді А-ны 20-ға бөлгендегі қалдық саны А-ға қайттан тағайындалды. Енді Б-ға. Мына жерде де дәл сондай. Б плюс тең А деген дәл осындай жазылады. Мынандай. Оны алдағы уақытта үйренесіздер. Қазір түсініп алсаңыздар болады. Мысалға, мынаны да жазып бере салайын. Б тең Б қосу К деген сөз. Мына жерде де 60 тең 60 қосу К деген сөз. Решетканы қойып атым, комментарий деген ретінде, бұл түсіндіру мақсатында. Мына жерде мынаны беріп кетейін. Бүтін бөлігін алу. А-ны 60-ға бөлгендегі бүтін бөлігі. Мына жерде дәл сондай бүтін бөлігін алу, қалғаны қайталанады. 20-ға бөлгендегі қалдық, одан кейін билетті 1-ге арттырды. Билетке қалған санын қосып жібере саламыз прямой. Неге? Өйткені тек бірлік қана билет алу керекпіз. Одан кейін 1-ді несін арттырсақ болады. Одан кейін енді жалпы құнын шығару керек экранға. Алу керек билет саны Б, бізде Б сақталды. Одан кейін 60-лықтан қаншау, 20-лықтан қаншау, 1-ліктен қаншау алынғаны туралы экранға шығарды. Және шығын 60-лық билет алатын болсаңыз 1000-ға көбейтесіз экранға. 20-лықтың қаншауын алсаңыз 600-ге көбейтесіз, 1-ліктің қаншауын алсаңыз 40 теңгеге көбейтесіз. Экранға нәтиже шығады. Run деп жұмыс жасап қызамыз, сақтаймыз. Мысалға, 80 жол жүрдік. Enter'ді бассақ, алу керек билет саны 2. Ең аз ақшаны құрту керекпіз өйткені. 60-лықтан біреу 1500 теңге, 20-лықтан біреу 600 теңге. Жалпы шығын 2100 теңге болды, ең арзы. Және енді басқасы табыр немен көрейік. Уже біз мына жерде 81 рет жүретін болып қалайық, 3 билет аламыз ол кезде. 60-лықтан біреу, 20-лықтан біреу, және 40 теңгеліктен біреу. Жалпы шығын 2140 теңге болады сол кезде.
Дәл сөйтіп ең аз ақшаны құрту арқылы біз ең аз билеттің санын алады екенбіз осы есеп арқылы. Енді мынау былай қарап отырсаңыз түсініп алуыңызға болады мынаның айнымалы не істеп жатқанын нені сақтап жатқанын қатар бойынша есептесеңіз, мысалға мәнін шығарып отырсаңыз, мысалға мына жерге бір комментарий ретінде бір есепті шығарып көрейін, қасына жазып кетейін комментарий қылып, иә. Мысалға жаңа 81 дейік. Мына жердегі к-мыз біздің қанша болады? К тең 60-қа бөлгенде 1 болады. Мына жерде b-мыз қанша болады біздің? b-мыз тең болады 1-ге, өйткені жоғарыда b-мыз 0 еді, мына жерде к-мыз 1 болды, сол к-ны мынаған қосты, 1 болды. Енді мына жерге әкелеміз қайттан. 60-мыз қаншада болды біздің? 60-мыз да 1-ге тең болды. Енді a-мыз біздің қанша еді? Мынаяқта a тең 81 дейін, иә, жоғарыда. a-мызды 60-қа бөлген кездегі қалдық, енді a-мыз біздің нешеге тең болады? 21-ге тең болады. 60-қа бөлдік, қалдығы 21 болды. Енді к-мыз мына жерде к тең a-ны 21-ді 20-ға бөлгендегі бүтін сан 1. Иә, к-мыз 1 болады. Мына жерде 20-мыз тең болады 1-ге, өйткені к-мыз 1, к-ны қосып жатыр мына жерге. Енді b-мыз тең болады, өйткені біздің b-мыз қанша еді жоғарыда? Жоғарыда біздің b-мыз 1. Тағы 1-ді қосты оған 2 болды. Енді 81-ді шығарып жатыр мына жерде. Одан кейін a-мыз қанша болды мына жерде? a тең. Мына жерде біздің a-мыз 21 еді. 21-ді 20-ға бөлгендегі қалдығымыз 1 болды. Яғни a-мыз 1-ге тең біздің. Мына жерде b-мыз b-ға a-ны қос дейді. b-мыз қанша біздің? Ең соңғы. Мына жерде 1, мына жерде 2. Міне b-мыз 2 екен, мына жерде 3-ке тең болады уже b. b тең 3. Енді 1-міз, мына жерде 1 деген айнымалымыз тең болады a-ға. a-мыз 1. Сонымен экранға нәтижелерін шығарып береді. 1-ді алады, одан кейін 20-ны алады, одан кейін 60-ты алады. Үшеуі де бір-бірден шығады, сонымен экранға нәтижесін шығарып береді. 60-ты 1500-ге көбейтеді. 1-і 1500-ге өткенде 1500 қосасың, 600-ді 1-ге көбейтсең 600, қосасың 40-ты. 2140 теңге экранды шығарып береді екен. Жалпы есеп түсінікті болса, мына видеоны толық көргеніңіз үшін рахмет. Егер түсінбей жатсаңыз, мына есеп барысында қай жерін түсінбесеңіз, сол жерін комментарийға жазып кетіңіз осы видеоның астына. Келесі сабақта кездескенше.